Ұлттық жоба аясында 9 облыста 104 емхананың құрылысы әлі басталмаған, ал жоспар бойынша олар жыл соңына дейін пайдалануға берілуі тиіс еді. Денсаулық сақтау министрі бүгін әкімдерден жұмысты барынша жеделдетуді сұрады. Жалпы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында елімізде 665 алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету нысаны салынуы тиіс. Әзірге соның жартысына жетер-жетпесінде ғана құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ал кейбір өңірлерде тіпті тендерде әлі жарияланбапты. Жұмысты кешеуілдеткен Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар, Батыс Қазақстан, Алматы және Жетісу облыстарының әкімдеріне премьер-министр ескерту жасады. Олжас Бектенов әкімдіктерге құрылысты уақытылы әрі сапалы жүргізу үшін күнделікті бақылауды күшейтуді тапсырды. Бұл әсіресе құрылыс маусымы тез аяқталатын солтүстік өңірлерге қатысты. Бұл ретте құрылыс жұмыстарының нормативтік талаптарының сақталуы мен аудандық ауруханаларда реконструкциялау жұмыстарын жандандыру маңызды. Әкімдіктер барлық жоспарланған объектілерін уақытылы және сапалы іске қосылуын қамтамасыз етсін. Екінші, денсаулық сақтау қаржы министрліктері мен әкімдіктер қалған жобаларды қаржыландыру мәселесін шешу бойынша шұғыл шаралар қабылдасын. Үшінші, денсаулық сақтау министрлігі тұрақты негізде объектілерді аралай отырып, құрылыс жұмыстары аяқталғанша мониторинг жүргізуді қамтамасыз етсін.